Ғабит Мүсірепов, өмір жорығы. Күміс қалыштай жарқылдап, найзағайдай ағып келе жатқан атпалық көк қасқа осылай бір жүйткидің кезең таянып қалғанын бір талайдан бері сезген еді. Оқтаудай жұмарланып алған жарауық дене көк болаттай иілігіп бүлігіп, әрі күшті, әрі оңтайлы сырғиды. Көздері жалтылдап, барлық денесіне маржандай қызғылт бөрткен шығып кеткен. Әншейіндегі күн көрісте көк қасқаның сырт бояулары су астының балдырымен реңдес күңгірт болушы еді. Енді міне, құмырамен аршылған ескі күмістей жарық жоқ еді. Түнгі қара көк аспанда аққан жұлдыз қалай тіліп өтсе, теңіз астының қара көк тұңғиығын көк қасқада солай тігілген жүр. Ол бүгін жарқыраған ағынға қажымас талмас екпінге айналған. Бүгін ол теңіз астын кең орай жүзіп, дамылсыз кезіп жүр. Күн көрістің бақай қимыл, баяу қозғалыстарын қапы қалтарысын аңдайтын тарғыл бой тасаларына бір жола ұмытқандай, оқшау оғыр әдейі көзге түседі. Теңіз астындағы әлемнің бәрі көрсін дегендей, өңеші мен тістелерінің бәрінде қаймығар емес. Әншейінде бармас баспас балыс байдындарға барып оралады. Қалың мұздың астында бейбіт өмір сүріп жатқан азат мая тұқымдас ана балықтарды жағаға қарай ысырып, ығыстырып жүр, асықтырып жүр, айдап жүр. Көк қасқа күнделік тіршілігінде аузын ылғи ашық ұстайтын еді. Аузына шолп еткіп кіріп кеткенде, жылып етіп кіріп кеткенде өңешінен өте береді. Оның таза қалбастарынан тап беретін әдетіне теңіз астының қалың ормандарында бейғам жүретін жәндік отарларының талай кездесіп талай жем болған. Талай рет су асты одан дүркірей қашып, зар қағып қалған. Бүгін ол аузын тас бекітіп жауып алыпты. Өзін зорлардан көк қасқаның өзі де тасалана жүретін еді. Талай өңештенен өзі де өтіп келеді жаздаған. Ол бүгін соның бәрін де ұмытқан. Тұла бойын қызғандай, отты бір күш ерексіз айдайтындай орман отарлары тастап, ашық айдынға шығыпты. Көзге түсе шығыпты. Биік аспанда еркін шарқырайтын қыранға ұқсап, ол да бір ұлы жүйткуге көшкен, жүйткіп жүр. Теңіз қарнын семсердай тілгілеп жүрген жалғыз өзі ғана емес екенін көк қасқа енді абайлады. Өзімен ата тегі бір азат мая нәсілінің естер еркектері түгел құтырынып, теңіз астын олар да дүркіретіп жүр екен. Олар да жарқыра бағып, жорығанын салып жүр. Теңіз астында найзағай көбейген, жарқылдау көбейген. Сол найзағайлар барлық ана балықтарға ұлы жорықтың бет алысын жөнін сілтейді. Теңізге құятын өзеннің сағасын меңзейді. Үлкен жорыққа жолдан қосыла кетпек болып, жол тосып жүрген жалғау жамбысқұрт еркектер де бар екен. Енді мұндай жорыққа шығудан қалған бірен-саран сырт буынақ бас қарттарды орталарына алып, әл отасып жүр. Жайын жатқан ел бар, ертеңгісін ойлай алмайтын бала-шаға бар, көп қырттың онымен жұмысы да жоқ. Ойлағандары аз қамы, өз құлқыны. Әлі өздері әзірленбеген, үсті басары әншейіндегі күңгірт қалпында, біреуі де түлемеген. Құлқын құлдары тасалану тап біреудің әлегінде қала беріпті. Көк қасқа бұл ұятсыздардың арман дүниесін таныды да жалп бұзылды. Жорыққа аттануға шақырған да жоқ. Үн шығармай теріс айналды. Ата теге басқа, ардан ауыз кез азуларда көші-қон қарбаласын аңдып, жем іздеп жол тосып жүр. Бұл олардың қашанғы әдеттері. Өңкей кер ауыз жембасарлар да осындай қарбалас кезінде қарындарын оңай толтырып, қабырғаларын жауып қалады. Ең қателік жануарлар да осылар, ең жаулары да осылар. Аузына іліккесін тірідей қылғып жібереді, қабағын да шытпайды. Көк қасқа бұлардан ығысқан жоқ. Қанды ауыздар тобын қақ ортасына найзағайдай жарып өтті. Құлқын тұрбаңмен жүргендер найзағайды қалай ұстай алсын, ауыздарын ашқан бойы қала берді. Аты балық атанғанымен сүліктей жіңішке, қылыштай ұзын мионға дейтін ғалымдар да тосқауылда жүр екен. Бұл бір үлкен пәле. Қалаңдап келіп, жымын келіп, балықтың желбезегіне жабысады да желіндесіп қалады. Қашан өзі ажырасқанша одан құтылар шара жоқ. Жабысқан бойы шектай шұбатылып, ұрық шашар тұщы суларға да жетеді. Жас уылдырықты қиядай сыпырады. Көк қасқа бұл пәленді ішіне түйді. Қара ормандай қалың шалан астында ана балықтар әлі бояу, әлі баяу қозғалып, әлі жабайы тіршілік қамында жүр екен. Әлі қызынбаған, ұрық шашар ұлы жұрық бары ойларына да кірмепті.
Қарындары шермеңдеп, уылдырықтан жарғалғары жүрсе де, әлі бейғам, қыз-қылаң қылықтардың бірі жоқ. Алда тұрған жорықтың ұлан асыр қызықтың бар жарасымы осы мес қарындар емес пе? Бар арман, бір жылғы ұрпақ осылардың қарнында ғой. Ертең тұщы суға жеткенде, осы мес қарындардың біреу үшін 10 еркек өліп кетсе арманы не? Жоқ, әйелдер жынысы әлі қызынбаған, аналықтардың әні де басылмаған, биі де басталмаған. Әлі де баяғысынша көші-қонды еркектер біледі деп еру жайы жүр. Көк қасқа әлі де жарқылдай беру керек, қыздыра беру керек деген екен. Жұлдыздай аққан жүйткуімен, ойнақтылығымен жорық сарының аналықтарға түгел сезіндіру керек. Тіпті болмаса, ең соңғы мүлт кетпеске басады да. Ұзамай көк қасқа сол мүлт кетпесіне басты. Ол бір биіктен шыққан ән еді. Ол бір жан жүйеңді түгел тебірентер сөз еді. Ол бір су ішінде, мұз астында өртеп жіберетін от еді. Ол бір өліні тірілдер сиқыр еді. Көк қасқа ағып келе жатқан бойы қызғылт маржандай бөрткен жауып кеткен қабырғасымен сүйкеніп өтіп еді. Аналықтар өне бойларын өрт ала жөнелгендей ду ете түсті. Теңіз асты жарықта жарық, сылаң қаққан еркеге биге айналып кетті. Енді оларды тоқтата алатын күште жоқ екен. Барлық аналықтар лек-легімен тұқым шашар жайынға апаратын өзен сағасына қарай жөңкіліп берді. Жосып кетті. Іштерінде бір түйір уылдырығы жоқ, бүйірі солық, қыпша бел қыз қырқынын да солай қарай жөнеп беріпті. Оларды ешкім шақырмаса да ұлы жорыққа өзі еріп келер еді. Бұл бір үлкен қызық қой. Өзен бойын өрлеп барып тайыз жайылымдарға тұқым шашылады, уыз төгіледі. Әрбір аналық 30 мыңдай уылдырық әкетіп барады. Уызға оралған уылдырыққа жетер тамақ қайсысы? Ұзаққа созылған көш жөнекейдің өзі қандай қызық. Аналықтарды құрмет, қошеметпен ортақ алып, аталықтар екі қабырғалықта жарқылдасады да жүреді. Сонша еркектің ортасында қауіп бар ма? Қасірет бар ма? Әттең, бізді тастап кетеді. Көздерінен от шашқан көк қасқалар қалың шалаңға қайта қуып тастайды. Бет бақтырмайды. Ұлы қазыққа сығалап та қарай алмайсың. Жыланғысы келіп, жабысқысы келіп, қыз қырқын көк қасқаларға жақындайды да, оның ызғар төккен қас қабығасы сескеніп қалың шалаңға қара қайтай ойысады. Олар қызыға да білетін сияқты. Бірақ тана табиғат берген ұстамдылық заңын бұзбайды да. Осындай қарбала үстінде теңіз асты неше рет қайта бозарды. Аяғында барын киініп алған қалыңдық, кеуге ұқсап ажарланып алған ататақтар мен аналықтар теңізге құяр өзеннің сағасына қарай түгел ойысты. Қас қабақтары шала буырыл тартқан қартаң аталықтар жөнелген көшке алыстан қараған бойлары қалып барады. Талай бастаған, талай барған жорықтары. Енді міне, не болып, не қойған естерінде де жоқ. Елізгу түгіл, елең ету де жоқ, үміт дүниесі түгіл ұмытылған. Бұлар үшін бар өмірім балдырлап балшықты шалаңда ғана қалған. Ен жарқарап, жай қозғалған бойлары қазан қасында қалып барады. Алғашқы апатқа ұлы жорық өзеннің теңізге құяр тармақ-тармақ сағасында кездесіп еді. Аран ауыз, теріс азулар жорықты осы сағада бір тосқан екен. Көп қуып әрекеттенбей-ақ баяу жосып келе жатқан месқаран аналықтарды қырып салды. Осы қырған үстінде барлық азат мая тұқымының еркек кіндікті көк қасқалары түгел күйінгенде еді. Бұларда арандай өткір тісте жоқ, қылғымай жұтар өңірейтінде өңеште жоқ. Бұлардың бар қайраты найзағайдай жарқылдаған жүйткулерінде ғана екен. Жан ұшырған көк қасқалар жүйітке жүре етек-жеңді жиналмаған, кең жайылған жорықты әрең дегенде өзен арнасына түсіріп, ақынға қарсы жоғары қалып кетті. Аналықтарды ортаға ала, еркектері екі қабырғадан қаумалап келеді. Әлі сондарынан қала алмай езеуреп келе жатқан көк өңештері енді қабырғаласа, жосыған ата балықтарды жұта бастады. Бірақ көп шалды енді өзенді өрлеп, жоғарылған сайын бірте-бірте шегіншектеп, теңізге қайта оралып кетті. Қазір 10 мыңдаған азат мая бір денедей қозғалып, су астында сүңгір қайықтай сырғап, тұтас жосып келеді. Жемге қарықтаған бетімен жайылып деген бірі жоқ. Ұлы жорық бәрін де өз шеңберіне алып айдап әкетті. Көздері оттай жарқыраған көк қасқалар көш алдын бастап келеді. Көштің екі қабырғасында да, жанында да сол көк қасқалар. Әр тасаға жасырын құрған ұрлық-арылардың ауларына ілігіп қалатында да сол ата балықтар. Бірақ өмір жорығы ешбір бөгесінге көңіл аудартпай айдап келеді.
Келер күні күн көтеріле бере, кәнігі көкқасқа көп ұзамай құламаға кезігетіндерді сезінді. Кеудеден соққан су салмағы ауырлап барады екен. Ағыс екпіні күшейіп, гүріл сезіле бастады. Қазір ол көштің қарсы алдында еді. Найзағайдай ағып барып, көштің ар жағы тағы бір тырысқып қайтқанда, биіктігі 3 метрдей құламаға тақап қалған екен. Құламадан жоғары жайдары аққан өзен оны жұтып жіберді. Тіпті езу тартқан да жоқ. Енді көкқасқа өзеннің көлеңкелі қабырғасына қарай жақындап келіп, артқы көшті тосып қалды. Көкқасқа құламадан қалай атылса, олар да солай атылып өтіп, алда келе жатқан ата балықтар көкқасқаның маңына жинала бастады. Кейбіреуі көкқасқаның өзіне көз аларды бастапты. Күндесті қысқандар, жорыққа мастанғандар көкқасқаны жанай өтіп соқтыға алуға жақын. Ол құмадан өтіп жатқан көштің алдарын абайлап, көзін өткізіп тұр. Соққысы келген текешіктерге елемей қарайды, бірақ ызғарлы тұр. Алғаш кездескен құламадан аналықтар да көп іркілмей өтті. Бір қарағанда құламадан аша түсіп алмағандар шегініп кетіп, екпіндеп келіп қайта атылады. Бір сәт құлама үстіне күміс қанжар лақтырылып, ойнап жүрген біреулер барда еді. Төменнен жоғары қарай лақтырылған қанжарлар түн кезінде бір жарқ етіп қалады да суға шаншыла түсіп жоқ болады. Ең ауыр хал желбезегіне сүліктей жіңішке қылыштай ұзын мионга деген бәле жабысқан балықтарда еді. Шылбырын шұбартқан ат қалай шаба алмаса, бұда сондай желбезегіне салақтап жүрген мионға барлықтар құлмадан қарғып өте алмай, төмен қарай құлай береді. 2 күн, 2 түн тынбай жосыған жорық әр жылда келіп, ұрық шашар өзеніне бұрылғанда таң және белдеуде келіп жататын еді. Алда келе жатқан көк қасқа атылып аспанға шығып, шолып етіп қайта суға түсті, ойнақтап кетті. Кейде орғып ортаға кіріп, әлі қатарда бұзбай келе жатқан аналықтарға жеттік, тоқтаймыз, шаруаға кірісіне бердіңдер дегісі келгендей көш тәртібін өзі бұзып жібереді. Бұл бұрылғандарды өзінің өзен бір тармағына салатын асты құм қайрақ суы онша терең емес, кіші өзендердің бірі еді. Ертелі кеш қой ортарлары болмаса да, маңайда елде жоқ, тұйық жатқан бір бұрыш тыныштық өлкесі екенін, жорық осы өзенге бұрылады да жайылып кетеді. Бірақ жем іздеген, тыныштық іздеген бір аналық жоқ. Ағысқа қарсы тұра қалып, ұсақ тас араласқан қайраң құм қарындарымен ысмарлап, тостағандай шұңқыр жасай бастапты. Жолшыбай әртүрлі апатқа ұшырап, сонау суық теңізден бері қарай жасағандары бар арман осы шұңқырларға ұрық төгу еді. Көк қасқа сияқты өрен аталықтар да қолма-қол жұмысқа кірісіпті. Қарны шермендеген қай аналықтың жұмысы өнбей жатса, дереу соның ұясын жасасып, су табан миллиондаған шұңқырға айналдырып жібереді. Сарғыш уылдырықтар шұңқырдың төбіне аспаннан түскен қалған жұлдыздай жарқырап төгіле бастады. Уылдырық үстіне уыздарын төге асығып таласып жүрген аналықтар еді. Қыран тұқымы аспанда да адам баласы жерде жасайтын қызыл шеке қырғын даласы балық қауымы су астына өткізіп жатты. Ұрық шашудың алғашқы күндерінде бар тізгін көш бастаған болашақ ұрпақ қамын ойлаған естілер арда әулетті де көк қасқалардың қолында еді. Бұлар төбелесе жүріп уылдырыққа толы ұяларға кездескенде бірін-бірі иықпен термелеп тұрып өз уыздарын атқытып жіберетін. Күндер мен түндер өтіп арыстан көк қасқалар қалжыраған кезде тойдың қызығы қужың етіп құлқын аңдығандардың қолында кетті. Балуан көк қасқалар арып талған кезде бұлар уылдырық ұяларына жабыла тап беретін еді. Әуелі алтындай жарқырап қызықты бұлар көріп жүрген кезде олар уылдырықты алып кетіп жоқ қылатын. Бұларда төбелесейін дегенде, еркектік көрсетейін дегенде ой жоқ еді. Бұл күндерде көк қасқа да қатты жүдеген еді. Қазір ол өзен қабырғаларын сүзіп жем іздеп жүр. Көзі оттары сөнген, жүзі баяу, сыртқа жарыда сынық. Аттаныс алдында солтүстік теңізінде бойында лапылдаған от қызуы бар еді. Қазір жылы өзенде жүріп бойы қалтырап кетеді. Аузынан аз ғана жем өтсе болғаны қалып кетеді. Аз күндер осындай меңсең халде болды да көк қасқа есін қайта жиып алды. Теңіздің балтырлары балқаштар шалаңынан қайтпаса, ашыққан балықтар шашылған ұрықты өзеліп қазып алып жейтіндей жағдайға жетті. Бұл оның талай бастан кешкенің қасіретінің бірі еді. Іші қолға түсіп қалған аналықтар да қазірдің өзіне тойып алмай жүр. Осын сезген көк қасқа келер күні кешке жақын тағы да көшілтіп жүзіп кететін еді. Бұл жолы ол жорық әліне басқанда жоқ, жем іздеу сарынына салыпты. Қазіргі қауыммен ұрпақ алдындағы парыз қарызын тағы бір рет өтеп тастаған ата балықтар
көк қасқаның енді меңзеп жүрген оңай аңғаратын еді. Олар да көштің бетін теңізге қарай бұрса берді. Жарық айдың көгілдір сәулесі өзен бетін бұйралап қояды. Кейде теңізге қарай жосыған балықтар да жарқ етіп қалады. Бері келерде балықтар ағысқа қарсы жүзіп еді. Қайтарда ағын бұларды өзі айдап келе жатыр. Арт жақты борап қайтқан бірен-саран аталықтары болмаса, көш ылғи төмен ағып оңай жүйткіп барады. Көк қасқа ұзақ көшті сонау бір құламадан асырып салды да кейін оралды. Әр шұңқырда ата-анасыз қалған миллиондаған жас ұрпақты қорғап қоршап өсіріп, өндіріп теңізге алып қайту үшін қалады. Әлде бір балықшының қармағына өзі ілігіп қалмаса, сол ұрпақтың бастап өмірі бай, терең теңізге ораларын көк қасқа қалдықсыз сезінетін сияқты. Соңы назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Осы видеоға лайк басып, өз достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз.